Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Саламатсыз ба? Отырыңдар. Так, бүгін бізде зертханалық жұмыс, яғни бізде дененің тығыздығы бойынша және массасы бойынша бізде зертханалық жұмыс. Бірінші қайталап алсақ, тығыздық дегеніміз не еді? Анықтамасы кім айтады? Заттың тығыздығы деп сол заттың бір өлшем көлеміндегі массасын айтады. Анықтамасын білдік. Енді формасын еске сөйлесек, формасын кім айтады? Формасы. Ротен масса бөлген көлем. Яғни бізде жұмыстың мақсаты таразы көмегімен дененің массасын анықтауды үйрену. Бізге керекті құрал жабдықтар, иінді таразы, ұсақ бірлер, бөліктер көрсетілген мензурка жалпы. Зерттелетін сұйықтықтар тағыстарында бізге керек болады. Жалпы біздің зертханалық жұмыс бойынша да берілген кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші бізде берілген номер тәжірибесі, біз екі рет тәжірибе жасайтын боламыз. Яғни екі дененің, кітаптың, сонымен қоса бізде берілген бокалдың массасын және тығыздығын анықтайтын боламыз. Бірінші бағанда берген тығыздық анықталатын дене. Бірінші бұған біз кітапты аламыз, кітапты жазамыз. Екінші бізде бокал. Сосын мына жерге біз оқушылардың қазір зерттеу әдісі бойынша өздері зерттейді, сонымен дене массаларын жазып шығады. Ал үшінші бағанда біз сол денелердің көлемін табамыз. Сонымен екеуін бөлген кездегі біз яғни формула бойынша ρ тең м бөлген в. Осы жерде дененің тығыздықтарын жазатын боламыз. Жалпы бастайтын болсақ, біздің зертханалық жұмыс бойынша екі дененің массасы мен тығыздығын анықтап жатыр еді. Бізде бірінші кітап, екіншісі бокал еді. Бірінші біз кітаптың өлшемін, яғни көлемін өзіміздің қарапайым құрылғылармен есептеген болатын еді. Қанша шықты бізден еді? Ұзындығы 20 см, ені 15 см, биіктігі 3 см. Үшеуін көбейтіп 9 см көп шықты. Оны халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп алғанда 900 көбейту оның -6 метр куб шықты. Ал массасы 80 грамм, тек 0,8 килограмм. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша 0,8 килограммға тең болды. Енді осыны неге кестеге жазатын болсақ. Есептеуіміз бойынша кітаптың массасы 0,8 килограмм. Ал дененің көлемі 900 көбейту оның -6 метр куб. 900 метр куб шықты. Сонда екеуі формула бойынша енді массаны көлемге бөлеміз. Бөлген кезде бізде қандай шықты жауабы? 0,8 көбейту оның куб. Біздің есептеуіміз бойынша кітаптың массасы 0,8 килограмм, ал кітаптың көлемі 900 көбейту оның -6 метр куб. Ал есептеуіміз бойынша 0,8-ді бөлеміз 900 көбейту оның -6 дәрежесіне. Жауабы 0,8 көбейту оның куб метр бөлінген килограмм. Килограмм бөлінген метр куб болады. Екінші зерттеу бойынша бізде екінші дененің тығыздығын табу керек болды. Ол бізде берілген күнделікті өзіміз қолданыста ие болып жүрген бокал. Осы бокалдың тығыздығын табу керек бізге. Біз ол үшін бірінші алдыменен массасын және оның көлемін табу болатын еді. Ол қалай болды бізде? Массасы қанша болды бізде? Біз бұны өзіміздің қарапайым құрылғымен таразымен есептедік. Сол кезде қанша шықты? Бізде 350 грамм. 350 грамм. Көлемі? Оның көлемі, бізде бокалдың көлемі 75-тен 36 көбейту оның минус дәрежесі метр куб шықты. -5 дәрежесі метр куб шықты. Оның көлемі қалай таптық біз? Ал оның көлемін бізде көлемнің формуласы бойынша ауданды биіктікке көбейтеміз. Ауданды биіктікке көбейткенде, енді ауданның формуласы бойынша πr квадрат. Енді бізде диаметрі бокалдың 6 см болғандықтан, радиус бойынша, радиустың формуласы бойынша диаметрді 2-ке бөлдік. Сонда бізде 3 см. Радиус 3 см болды. Радиус 3 см болды. Ал енді бізде
биіктігі бізде 8 сантиметр болды. Оны да қарапайым құрылғымен өлшедік, иә? Құрылғымен өлшегенде. Ал енді бізде ауданды табу үшін бізде пи тұрақты шама болғандықтан ол 3,14 көбейту 3,2 дәрежесі. Яғни бұл жерде ауданы бізде 9,42 сантиметр куб шықты. Яғни бұлай қысқа айтқанда, мынаның ауданын биіктігіне көріккен кезде бақалдың көлемі шықты бізде. Көлемі 75,116 көйту 10,5 сантиметр. Енді осыны мына жаға жазып есептесек. Сонымен осы 350-ді бөлеміз 75-тен 36-ға. Сонда бізде бұл жерде 4-тен 64 шығады. Енді біз бұны халықаралық нүкте жүйесіне келтірген кезде 4-тен 64-ті көбейтеміз. 10,2 дәрежесі бөлінген килограмм метр жүгіру. Осылай шығады. Бұл бізде берілген екі қатты дене еді. Екі қатты дененің тығыздығында, массасында біз таптық. Бүгінгі біздің зертханалық жұмыс бойынша сонымен бізде екі дененің массасын, тығыздығын таптық. Қорытындылап айта кететін болсақ, бірлік массаның көлемге қатынасы бізде тығыздықты берді. Яғни формуласы ро тең м бөлінген в. Тығыздықтың өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб болды. Осымен біздің бүгінгі зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Бізге керекті құрал-жабдықтар, иінді таразы, ұсақ бірлер, бөліктер көрсетілген мензурка жалпы, зерттелетін сұйықтықтар тағысты бізге керек болады. Жалпы бізде жұмыстың мақсаты таразы көмегімен дененің массасын анықтауды үйрену. Жалпы біздің зертханалық жұмыс бойынша да берілген кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші бізде берілген номер тәжірибесі, біз екі рет тәжірибе жасайтын боламыз. Яғни екі дененің, кітаптың, сонымен қоса бізде берілген бокалдың массасын және тығыздығын анықтайтын боламыз. Бірінші бағанда берілген тығыздық анықталатын дене. Бірінші бұған біз кітапты аламыз, кітапты жазамыз. Екінші бізде бокал.